Қазақ эстрадасының жарық жұлдызы Мадина Садуақасова өзге елдер шекарасын ашқан бойда алғашқылардың бірі болып шетелге демалысқа аттанды. Өнер иесі ұлы мен туған сіңілісін алып Мысырға ұшып кетті. Бүгінде әнші демалыс қалай өтіп жатқанын жанкүйерлеріне көрсетті. Мадина Садуақасова демалысқа аттанғалы Instagram парақшасын күнделікті жаңартатын болған. Өнер иесі ыстық Мысырдан фотолар мен видеолармен бөлісіп, өз оқырмандарын қуантты. Эстрада жұлдызы ұлы мен сіңілісімен теңізге шомылып, сол мекендегі тарихи жерлерді аралап жүр. Оған қоса, әнші демалысынан бөлек алуан түрлі образда фотосессия жасап үлгерген. Желі қолданушылары Садуақасованың суреттерінің астына пікірлерін қарша жаудырып жатыр. Бірі оның демалыста да әдемі болып жүргеніне тәнті болса, енді бірі оның пандемия кезінде демалып жатқанын сынға алуда. Өте сұлусыз, қашан көрсек те әдемі болып жүресіз. Мақтан тұтамын, үлгі тұтамын. Неше түрлі образ ойлап табасыз. Талғамыңызға тәнтімін. Ұлыңыз сондай сүйкімді. Керемет, демалысыңыз жақсы өтсін. Абай болыңыз. Пандемияда кім барады демалысқа? Сіздің бұл қылығыңыз дұрыс болмады. Одан да мұқтаждарға көмектессеңізші. Жолдасыңызсыз қалай барғансыз? Мен күйеуімсіз бара алмайды екенмін, деп жазуда желі қолданушылары.